Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Осындай өте жұмсақ болып шығатын булочканың рецептімен бөлісетін боламын. Ең бастысы құрамына ешқандай да жұмыртқа қоспайсыздар. Ең алдымен жылы сүтімізге жылы суды құйып, оның үстіне дрожжі салып, қант және тұзды салып, жақсылап араластырып, және де үстіне бір кесе ұнымызды салып, осындай арнайы қопсытқыш дайындап алатын боламыз. Жарты сағатқа жылы жерге қойып, бетін жауып қойыңыздар. Одан кейін біз үстіне ұнды салып, жақсылап қамыр илеп, булочкамызды дайындай беретін боламыз. Ауылға барған сайын анашым үнемі осы булочканы жасап беретін еді. Дәмі әлі күнге дейін аузымда. Сіздер де міндетті түрде жасап, менің қазақша каналымды қолдап, тіркелеп кетуді ұмытпаңыздар. Қамырды илеп болғаннан кейін маймен бүктіріп қойыңыздар. Қамырымыз өте қалың немесе сұйық болмай, осындай жұмсақ болуы қажет. Дайын болған қамырымызды өз қалауыңызша әртүрлі формада жасасаңыз болады. Мен қант пен корицадан начинка жасап алдым, соны ортасына салатын боламын. Міндетті түрде сары май пайдаланыңыздар. Өте дәмді болып шығады булочкамыз. Өз қалауыңызша әртүрлі формаларға келтіріп, тапамызға салып, көтерілгеннен кейін ғана үстіне жұмыртқаны жағып, кунжут немесе макты сеуіп, қызып тұрған пешімізде 180 градуста 30-35 минутта булочкаларымызды пісіріп алатын боламыз. Осылайша біздің булочкаларымыз қызарып, әдемі болып пісіп шықты. Үстіне осы сары майды жағып шығыңыздар. Одан сайын жұмсақ болады. Баршаңызға ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Алда өте қызықты рецепттер шығатын болады.